Ертеде Мақтағыз бен мысық болыпты. Мақтағыз үй жинап жүріп, үйінен мейіз тауып алыпты. Мейізді көріп, қатты қуанып мысығын шақырады. Мысығым, бер келші дейді. Алайда мысық келмейді. Оған Мақтағыз болса қатты ашуланды. Кейін амал жоқ, өзі отырады да, ендеше мейізді өзім жеп қояйын деп, мейізді жеп қояды. Бірақ қатты ойланады. Бір уақытта мысық келеді. Не болды, Мақтағыз? Неге шақырдың дейді. Бірақ Мақтағыз айтпайды. Ештеңе болған жоқ деп. Кейін мысық болса, айтпасаң мен сенің қатығыңды төгіп тастаймын деп, қатығын төгіп тастайды. Оған қатты ашуланған Мақтағыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық болса, Мақтағыз, құйрығымды қайтаршы дейді. Алайда Мақтағыз, онда менің сүтімді қайтар дейді. Кейін мысық сиырға барып, сиыр, маған сүт берші дейді. Сиыр болса, маған жапырақ бер дейді. Ағашқа барып, ағаш, маған жапырақ берші дейді. Ағаш болса, маған су бер дейді. Кейін суды алып келе жатқан қызды көріп, қыздан су сұрайды. Ол болса, сағыз бер дейді. Дүкеншіге барып сағыз сұраса, дүкенші одан жұмыртқа сұрайды. Кейін жолдан тауықтарды көреді. Тауықтардан жұмыртқа сұрайды. Олар жем сұрайды. Амал жоқ, кетіп бара жатқанда алдынан тышқанды көреді. Қорыққан тышқан, өтінемін, мені жемеші, мен саған жем берейін дейді. Кейін мысық барлық жемді алып, бәріне бір-бірден қайтарып, ең соңында сүтті Мақтағызға келіп, екеуі достасады.